Арқалық қалалық полиция басқармасына Бельгия азаматы Жанни Эди Савельевтің атынан және Қазақстандағы заңды өкілі ретінде менің атымнан сотқа дейінгі тергеп тексеру бойынша арыз беріліп іс қозғалған болатын. Алайда қылмыстық іс қандай да бір қылмыстық құқық бұзушылық құрамы болмауына орай қысқартылды. Қазіргі жаңалығымыз: Жанни Эди Савельевті асырап алған бельгиялық азаматша Қазақстанға келмей тұрып, Жәнібек Жұмағұловтың суреті мен жеке мәліметін электронды пошта арқылы алғанын мәлімдеді. Одан бөлек, асырап алған адам Арқалыққа келгеннен кейін бір кісіге қомақты қаржы бергенін де айтты. Осы оқиғаны зерттеу барысында Арқалық қаласының балалар үйінен 2000 және 2004 жылдар аралығында 80-нен астам баланы шетелдіктер асырап алғаны мәлім болды. Бұл балалардың барлығы заңды түрде шетел асты мекен. Жоғарыдағы мәліметтерді ескере отырып, біздегі сараптама және зерттеу қорытындыларын негізге ала отырып, Арқалық қалалық полиция басқармасында қозғалып кейін тоқтатылған істі тек қана салғырттық бабы бойынша емес, кәмелетке толмағандар саудасы бойынша қайта қозғалуын сұрап, еліміздің бас прокурорына хат жолдадық. Редакция парламент мәжілісінің депутаты, заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің мүшесі Абзал Құспанмен де жолығып, заңгерлік кеңес алды. Депутат бұл маңызды мәселеде бұдан әрі қарай да көмек беретінін айтты.